23 сабақ экономикалық мазмұнды есептер. Бірінші есеп. Абзал 12 тортқа тапсырыс беруді ұйғарды. Кестеде кондитер цехтарындағы тортты дайындауға және оны безендіруге кететін бағалар көрсетілген. Бір торттың массасы 0,9 кг болса, кестені пайдаланып, абзалдың ең арзан тортты таңдаған кездегі төлейтін ақшасын табыңыз дейді. Бұндай есептерді шығару барысында біз әрбір кондитерлерге жеке-жеке тоқталатын боламыз. Яғни А кондитерін анықтаймыз. 100 грамм үшін 650 теңге дейді. Демек 650 теңгені көбейтеміз. Бізге 0,9 килограмм, яғни 900 грамм керек. Бұл 100 грамм үшін төленетін болса, 900 грамм үшін біз оны 9-ға көбейтеміз. Және осыған қосымша оның безендіру үжет, бір тортты безендіру үшін 950 теңге кетеді екен. Яғни осылардың бәрін көбейтіп қосатын болсаңыз, бір торттың бағасы шығады. Ал бізге абзалға 12 торт алу керек. Демек, осы екеуінің өрнекті 12-ге не істейміз? Көбейтеміз. Амалдарды орындайтын болсаңыздар, бізде есептің жауабы 81600 шығады. 81600 шықты. Б кондитеріне барамыз. Б кондитерінің есептейтін болсақ, әрбір 100 граммы 600 теңгеден, бізге одан 900 грамм керек, және осыған қосымша безендіруі 1000 теңге. А есебі сияқты, оны да қаншаға көбейтеміз? 12-ге көбейтеміз. Себебі бізге 12 торт керек. Мына екеуін көбейтетін болсаңыздар, 54 мың болады. Оған 5400 болады. Оны 1000-ға көбейтеміз, 6400 теңгеден, яғни бір торттың бағасы. Ал оны 12-ге көбейтетін болсақ, 76800 теңге шығады. 76800 теңге. Мына жақта 81600 теңге шыққан еді. Енді С кондитерін анықтаймыз. С кондитері бізде 700 теңгеден 100 граммы, бізге 9 грамм керек, және қосымша 850 теңге безендіруіне кетеді. Дәл осындайдан 12 торт керек, сондықтан бұны да 12-ге көбейтеміз. Нәтижесін анықтайтын болсақ, 85800 теңге шығады екен. Демек, абзалдың ең арзан тортты таңдаған кездегі төлейтін ақшасы ол, яғни жауабымыз 76800 теңге ең арзан баға осы жерде екен. Екінші есеп. Кестеде сурет көрмесіне кіретін билеттер құны мен жеңілдіктер көрсетілген. Кестені пайдаланып көрмеге келген 4 үлкен және 7 мектеп жасындағы баладан тұратын топқа қанша ақша төлейді дейді. Бізге 4 үлкен адамға арналған билет бар, демек 4-ті көбейтеміз 400 теңгеден. Және осыған қосамыз 7 мектеп жасындағы балалар деп тұр. 7-ні көбейтеміз, ал мектеп жасындағы балалар, ол білеміз 5 пен 17 жас арасында. Демек, олардың бағасы, кіру бағасы 200 теңге. Осыны анықтап алайық. Екеуінің көбейтіндісі 1600, қосылған көбейтіндісі 1400 болады. Демек, қосындымыз қаншаға тең болады? 3000 теңге болады. Егер ешқандай жеңілдік болмаса, біз 3000 теңгемен көрмеге кіреміз деген сөз. Ал енді 5 адам мен 10 адам арасында келсе 5% жеңілдік, 10 адамнан артық келсе 10% жеңілдік бар. Ал бізде 4 адам және 7 адам, яғни 11 адам бар. Демек, біздің жеңілдік 10% болады. 3000 теңгенің 10% жеңілдігі, яғни ол қаншаға тең болады? 300 теңгеге тең болады екен. Демек, 300 теңге бізге арзандатылады. Сондықтан 3000 теңгеден азайтамыз 300 теңгені. Нәтижесінде 2700 теңге төленеді деген сөз. Сонымен есептің жауабы, яғни осы 4 адам және 7 оқушы барлығы біріп кіретін болса, бізде көрмеге 2700 теңге төлейтін болады.